Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Күні кеше ғана президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына өз жолдауын жеткізді. Ал енді дәл осы жолдаудың алдында еліміздегі қарапайым халық әлеуметтік желідегі WhatsApp мессенджері арқылы осы бір реформа кезінде әр балаға 60 мың теңгеден жәрдемақы төленеді. Әйелдер мен ерлердің зейнеткерлік жасы тиісінше 55 және 60 жасқа дейін төмендетіледі. Халықтың тұтынушылық несиесі, яғни түгел кредиттері жойылады. Ал көп балалы отбасыларға елдің кез келген қаласынан тегін баспана беріледі деген. Бірақ бұл ақпараттың жалған екендігі хабарланды. Елімізде мұндай реформа жүргізілген жоқ. Аталған идеялардың авторы қазақстандық журналист Ербол Мәндібек болатын. Ол бұл туралы биыл 13 наурызда өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазып, мұның дайындалып жатқан реформа немесе президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөздері емес, өз ойы екендігін айтқан болатын. Дегенмен, аталған жағдайлар еліміздегі халықтың бүгінгі мүшкіл халін жоғарылатуға мүмкіндік беретін жағдайлар. Қарап отырсақ, елімізде Тоқаев айтпақшы, олигархтар жаулап алған 30 жылдағы ақшаларды, қыруар миллиардтарды халықтың игілігіне қайтарып алатын болсақ, бұндай жағдайда еліміздегі қарапайым халыққа кез келген көмекті жасауға мүмкіндік туатын еді. Кәрім Мәсімовтің үйінен табылған 17 миллионның өзі қаншама отбасыға көмек болар еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мұндай жағдайда еліміз осындай халықтың мүшкіл халін көре отырып, оларға жағдайды тиісті көмекті жасау керек пе? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.